қандалаға дезинфекция жасап жатырмыз. Әдемі перде. Жоғар жағында біреу болды. Оған шашқан ек сразу өліп қалды. Міне, дәрі тигеннен сразу өліп қалды. Мен жаңа тірісін көрсетеміз. Дәріні қалай әсер ететіні. Қайдасын. Мынаны көрсетеміз қазір. Дәрі шашып қалай өлетінін. Жүгіріп бара жатыр. Осылай байқаймыз. Дәрінің әсері қалай болатынын көреміз. Осылай көріп қалсаңыз жақсы. Кейде дәрінің дозасын дұрыс араластырмай, содан өлмей жатуы мүмкінді. Егер қандала кездесіп қалса, кейде қандаланы табылмайтын жағдай болады. Қайда жатқанын, қайда тығылып жатқанын білмейміз. Әйтеуір дәрілеп кетеміз. Сол кезде өліп шығып атады, кейбіреулер өлгенін таппай жатады. Қанша секунд әсер етеді екен дәрі? Әсер етіп жатыр ма? Әсер етпей жатыр ма? Қанша секунд әсер ететін? Бұл қандала үйде қазір адамдар жоқ, жіп-жіңішке түрі. Негізі бұл кейбіреулері бала қалдыратындары және жаңадан қан жеп алғандары, олар үлкен семіз болады. Өзі 3 миллиметрді, бірақ өзінен 2 есе көп, өзінің көлемінен 2 есе көп қан жегендіктен, қан ішкендіктен 3 миллиметрлік қандала 6-7 миллиметрге өсіп кетеді екен. Әсер етті ме? Әсер етпей жатқан сияқты. Дәріні аз қосып қойуымыз мүмкін. Анау жаңа дегісі біреу қат қалған еді. Әрқайсының иммунитеті әрқандай болып тұр, значит. Тағы да шашып қояйық. Қандаланы көрсеңіз, оған бір рет шаша салу не болуы мүмкін. Бір қандалалар бар, шашқаннан сразу қатып қалады. Әрқайсының ағзасы әртүрлі болады екен. Жаңа деген мен видеоға түсіріп үлгермедім. Бірінші өліп жатқанын дәрі тиді да, сразу өліп қалды. Мынаның иммунитеті оған қарағанда мықты болып тұр. Өлмей жатқаны. Әсер етті. Қимылдамай қалды. Міне, егер сіз дәрілеген дәрі құрамын аз қоссаңыз, немесе көп қосып жіберсеңіз, негізі дозасын көп қылған қандалаға әсер етпейді. Ол наоборот, несі көп болған сайын бұлар сақ болады да, жан жаққа қашып кетеді. Егер дәл үстіне тиіп қалсаңыз жақсы ғой. Ал тимесеңіз, олар қашып кетеді. Міне қимылсыз қалды. Дәрі әсер етіп жатыр. Бұлар осылай жерге құлау керек. Сөйтіп құрғап кетеді. Немесе жай әсер етуі мүмкін. Дәріні қайта-қайта шашпайсыз, бір рет шашасыз кетесің, бұған жай әсер етуі мүмкін. Сол үшін дезинфекциядан кейін 6-7 сағат жауып қою аз болады. Кейбір компаниялар бар екен, солай 6-7 сағаттан кейін үйге кіре беріңіз деген, ал үйіне келсе қандала толып жүр. Сол үшін бұған әсер ету үшін, бұлардың тығылған жерінен шығып жүру үшін бұған бір тәулік уақыт керек. 24 сағат, кейбір кезде одан да көп уақыт кетуі мүмкін. Егер мынау қара зат болса, оны көру қиын болатын еді. Мынау өзі светлый перде. Содан байқап қалғанбыз. Барлық жерді дәрілеп болып,
кейбір кезде пердені ұмытып кететін уақыттар болады. Ұмытпайсың, енді шашып кетесің, бірақ қандала бар болған жағдайда оны ұқыптырақ дәрілеу керек, көбірек. Қимылдамай қалды. Өлді, енді аяқтарынан шығарып өлу керек. Егер тірі болса, тисең қолыңа ілініп алады да. Қан керек қой, біздің қанымыз сезеді ғой бұлар. Содан неге нетеді? Денемізге жабысып алады. Бұл қандала негізі барлық адамды шағады. Просто оның шаққанын сезбейміз. Егер кожа аллергичный болса, олар бірден сезеді. Олардың денелері қызарып, бөртіп кетеді. Ал спокойный адамдар оны сезбейді. Өйткені осындай пәтерлер болған біздің 8 жылдық практикамызда. Үйінде қандала өте көп, бірақ адамдар спокойный, ешкім қандала пайда болды деп жүйкесін тоздырып атқан жоқ. Бәрі салмақты жүр. Қандала, енді олар өріп жүрмейді ғой, олар тығылатын жерлері бар өздерінің отыратын. Мынандай подоконниктің астыларында, сондай жерде. Бірақ үйіліп тұр, өте көп болып. Обойлардың астыларына, кілемдердің тігістерінде, диванның астында прям үйіліп жатты, көп болды. Әр жерден 15-20 шақтысыдан көп солай жүгіріп шығып жатты. Сол пәтерді ешкімді шақпайды дейді. Ол шақпайтындай, ол адамның қанынан басқа нәрсе жемесе, ол немен өмір сүреді дейсіз? Тек қана адамның қанымен ғана өмір сүреді. Өлді байғыз. Сосын жабық пәтерде де егер адам жоқ болса, бұл 300 күн өлмей өмір сүре алады екен. 300 күннен кейін азығы келсе, сол азығын жеп ары қарай өмір сүріп кете береді. Өзі міне көп кішкентай ақ, бірақ соншалықты қатты нетіп өмір сүргіш келеді. Өйткені ол біздің қанымызды жеп алған. Бұл біздің қанымыз соншалықты көпке дейін шыдап жатқан. 1 жылға дейін адамның қаны солай неқмайды екен, шіріп кетпейді екен. 1 жылға дейін өмір сүре береді екен бұлар. Тамақ жемей, аштан қалмай, бір қан жеп алса болды. Жоғалды болдым. Міне сол осылай құлап өлу керек. Біз бұған тыныштық бермедік енді. Видеоны ұзақ қылып алмай. Аяғы әлде болса да ілініп жатыр. Әлі толық өлмеген, значит. Әйтпесе мынау ілінетін жер емес қой, тырнаққа қалай ілінеді. Ілініп қалатын жер емес, әлі толық өлмеген. Мынау әлі толық өлмеген, міне қолыма жабысып тұр. Түспейді. Әлі өмір сүргісі келіп жатыр. Мына жаққа түсті. Мынау жаңа алдындағысы. Бұл өліп қалған, қолға жабыспайды. Точно өлген. Мынау жаңағы екінші дәріге тиген. Енді өлді. Әлі де жабыса жатыр. Мен аяқтарын қараңыз. Қан алып жатқан сияқты. Баған қаным сорып жатыр. Өлейін десе де қанжа өліп жатыр. Иісі өте сасық. Мен қорқайын дедім қанадан. Қолыма жабысып алған қараңыз. Қалай жабысып алған, ажырағысы келмейді. Ал мынау алдындағысы. Қолыма жабыспайды. Ал бұл сумен жабысып қалған шығар, бұл да өлмеген ба? Жоқ, жатыр ол. Ал мынау қолыма жабысып қалған. Қанымды жеп ары қарай өмір сүріп кететін ой бар ма? Түсінбедім, неше уақыт кетті, уже 9 минут менде видеода.
9 минут болыпты, әлі өлген жоқ. Бұның иммунитеті бірінші дәрілегенге қарағанда күшті болып тұр сонда. Әлі құламайды, құлады. Ал мынау ілінбейді. Тағы да тексеріп көрейік. Ілініп алды. Мынау жабысып тұрған жері, мына жерлерім кішкене ұйып бір нәрсе отыр. Менен қан жеп атқан сияқты ма? Қан жесе бұл үлкейе деген. Что-то маған менде неприятный чувство болып отыр. Қан сорған кезде не болады екен? Денеңіз кішкене ауырсынған сияқты болып тұр деген, жаңағы қан алып жатқанын үйіп жатқан сияқты болып отыр. Өлсе де қан жеп өлейін деп жатыр ау деймін. Және бұның размері үлкею керек. Енді қанымды бергім келмей тұр. Әлі өлген жоқ. Құласа өлгені, құламаса өлген жоқ. Әлсіз болғандықтан құлады. Бірінші дәрілеген қайсы еді? Таппай қалдық қой. Бірінші дәрілеген егені көтік. Одан да мен де қорғап атамын. Адамдар қалай раздражение болады осыдан. Құламайды. Әлі өлмепті жарықтық. Осылай аман қалып қалу мүмкін бе екен? Қарны аш екен, қан жеп қалайын деп жатқан сияқты. Камерам дұрыс көрсетпей жатыр. Құлады. Менде самовнушение болып жатыр ма? Бірақ қолымды шаққан сияқты болды. Қолым үйіп жатыр. Осы сәл жайсыздық болды қолымда. Енді өлген сияқты, бірақ аяқтары, жан-жағы аяқтарын негізі өлген кезде аяғын жиырып алу керек. Бұл аяғын жиырып тұрған жоқ. Значит, әлі бар. Бұның ағзасы күшті болып тұр. Міне бір дәрілеп, біреусі былай, біреусі алай өледі екен, бәрі бірдей өлмейді екен. Екеуінің арасы 2 минут, 3 минут ары кетсе. Маған шаштым, өліп қалды. Мен даже видео түсіріп үлгермедім. Ал мынаны пока камераны алып, дәрін шешпей тұрып камера әкеп қостым. Одан кейін барып дәріледім. Камерам адасып қалды. Аяқтарын жинап жатыр, значит, енді өліп жатыр деген сөз. Тағы да қолын жақындатып көрейін. Бар екен. Тағы да қолына жабысып алды. Не істеп жатыр? Қимылдап жатыр ма? Жаңа мынау саусағым еді, мынау саусағым. Бұл саусағымда да сондай әсер болып жатыр. Жағымсыз әсер. Қан жейтін ойы бар ма? Білдірмей қан жеп жатыр ма? Қан жесе бұның размері үлкею керек. Үлкейді ма? Қалай ойлайсыздар? Түспейді. Жақсы болыпты. Еще мен итермесем түсетін түрі жоқ. Қимылдамай жатқан еді, енді қимылдайын деді. Аны қарай. Сондай живущий екен. Бұның иммунитеті мықты болып тұр. Мынау қандалаға қарағанда. Жақындатып қойын. Ой, бұлда өмір сүріп кетейін деп жатқан сияқты.
бұл өлді десем, бұл да өлмеген сияқты. Қазір қолымды тигізіп көрейін. Бұл да іліне қалды. Немесе денесі терісі су болып содан жабысып қалды. Арқасынан қалай жабысып қалды? Мінекей. Бұл енді қозғасам оңай қозғалып жатыр. Ал мынау қозғағанда кішкене денеме жабысып барып қозғалып жатыр. Мінтілегене аяқтарын жыбырлатып, ой, мен шақпақшы оңбағандар. Шақпа, қаным өзіме керек. Оңбаған. Қандай жаман нәрсе. Осылай шағады екен ғой бұлар, Қара, қандала дегенді өмірімде қандала шағып көрмеген мен. Қанша жылдан бері дезинфекция жасаймын. Қай қолмен шағайын деп жатыр? Қай қолмен шағайын деп жатыр? Екі аяғын, екі мүйізін тағап алыпты. Екі аяғымен не істеп жатыр? Менің қанымды жемекші. Байғысы өлгенше осылай қанды жеп өлмекші ғой. Ал сендердің қанжалыңды өлтіріп жатырмын ғой. Жеп қойғанымды деген ба? Жармасы болған қара. Аяқтарын жыбырлатып қояды. Не істеп жатсың, Құдай-ау? Жеп жатыр ма? Тұқырлап өлейін деп жатыр ма? Өлсе бұлар аяқтары аспаннан келеді. Бұл уже таза жерге шықты, азықтың үстіне мінді, содан кейін өмір сүріп келетін бұда шанс пайда болды. Міне қан сорып жатыр. Неғылар екен, менің кожам әсер етем екен ол. Оңбаған қанымды жеп жатыр. Мен қарап тұрмын, қызық емес та бұған. Ей, қой. Өсем де қанымды жеп өлейін деп жатқан қара. Жегізбей мен қанымды ренжіме. Ренжіп қалдым ба? Қайсы еді? Осы еді? Осы екен. Аяғы тыпырлап өлейін деп жатқан екен ғой. Қан жейтін шамасы жоқ сияқты. Мынау шынымен өлді. Қорқып жатырмын бір жерден. Өлді. Аяқтары да жыбырламайды. Мынау әлі тірі. Жақындап бір камераға сыйғыза алмай жатырмын. Өсімді кіп-кішкентай. Сондай өлмес. Мынау өлгені. Мынау тірісі. Қанымды жемекші болды кәдімгідей. Ойбай, мынау да өлді. Бұл да өмір сүріп кететін шанс пайда болса тіріліп кете беретін сияқты олар. Бұл да бір жанды құдайдың жаратқаны. Он 9 минут болды. Бұған 2 рет, 3 рет дәрі шаштық. Өлмеді. Тағы дәрі шашып қойын. Бекерге қинамайық.
Енді өлген сияқты. Қинамайық, тағы да реакция жасайық. Өзі де үлкен екен, кішкентай екен ол барғанда. Мынау үлкен екен, енді офт бар да, өмір сүріп қалдым. Ананы білсе керек қой. Өлді екеуі де 23-21 минут дегенде өлді. Онда да 2 рет 3 рет дәрі шаштық. Міне бұны біз бұл пәтерді 3-ші рет дәрілеп жатқан пәтер бұл. 3-ші келген кезде біз дәріні ауыстырдық. 1-ші, 2-ші дәрілегенде блокада антиклоппен дәрілегенбіз. Бұл 3-ші келгенде иісі бар дәрімен, жаңағы сіздер дәрілеп жүрген бар ғой. Агран, палач деген сияқты, бірақ агран деген иісі көп қалып қалады. Агранды пайдаланған жоқпыз. Бізде қазіргі пайдаланған Аверфос деп айтылады. Лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып кетіңіздер. Қандаладан құтыла алмай жатсаңыздар, міне осылай әсер етеді екен. Видео жақсы шықты деп ойлаймын. Адамның қолын қаланын жейді екен. Міне ізі де жоқ. Менің жаңа қанымды сормақшы болды. Біз кішкентаяқ. Мүмкін мен де сол қанды сорғанын, қанды жегенін, ішкенін білмейтін шығармын. Менің көжам сондай шығар. Негізі көп жәндіктер мені шаға бермейді, содан мен де білмеймін. Ал егер жәндіктің тиіп қалса, денесі қызарып кететіндер бар ғой, шақты болды, аллергичный кожалар болса, олар жақсы сезеді бұларды. Ал кожаңыз спокойный болса, онша қызара бермейтін, аллергияңыз жоқ, денеңіз бөртпейтін болса, бұның шаққанында сезбейсіз. Бұл адамды, барлық адамды шағады екен, бірақ адам оны сезбейді екен. Ол 8 жылдық тәжірибемен дәлелденген нәрсе, мен өзім көріп жүрген нәрсем. Бір жерден оқып біліп алған емеспін. Сосын жабық үйде жаңағыдай 300 күн өмір сүреді екен. Адам сонда қаза болса да, сонда қаны сонша уақыт өмір сүреді ма деген сұрақ пайда болады. Білмеймін, Алла біледі. Алла тағалам бізді адамды осындай қылып жаратқан екен. Әлхамдулилля, бұл біздің қанымыз жейтін жәндік. Адамның қанымен ғана тамақтанады, басқа еш нәрсе жемейді. Үйде мысық пайда болған, ит пайда болғаннан кейінгі нәрсе емес ол. Бұл сол только адамның қанымен тамақтанады болды. Басқа еш нәрсе жемейді. Мені тағы тексеріп көрейік. Өлді ма, өлмеді ма, мені қолыма жабыспайды. Қанда еш нәрсе керек емес. Өлді. Өлетін шамалары жоқ. Бағана осылай тиісіп қалсам ілініп жатқан. Ілінетін шамалары жоқ. Дезинфекция Астана қаласындамыз, біз Алматы қаласында бармыз. Шымкентте де болып тұрамыз әр кезде. Осылай қандаланы дәрілеп жатқанымызға 8 жыл болды. Біз Астанадан бастағанбыз басында. Басында оңай өлетін, бұлардың ағзалары әртүрлі дәріге үйреніп жатыр. Сосын жылда дәрі ауыстырамыз. Бұл ағзасы дәріге үйреніп алған екен, сондай бала шығарады екен. Жаңадан шыққан қандаланы да дәл сол иммунитетпен туады екен. Сонда жаңағы дәрілеп атқан, постоянно дәрілеп атқан дәріге оның ағзасы үйреніп қалса, баласы да солай сол дәріге үйреніп қалған болады екен. Сосын дәріні ауыстырып тұру
міндетті түрде. Жаңағы блокада антиклов аверфосты қайдан табам деп атады. Оны өзіңіздің қалаңыздан іздеңіз, Google-дан іздеңіз, OLX-тан іздеңіз, қай жақта бар. Негізі ол өте қымбат дәрілер. 15 000 теңге аверфос біз дәрілеген, ал ол дәрілеудің бір бөлме, екі бөлмелі пәтерлердің дәрілеудің ақысы ол 15 000 теңге. Сіз дұрыс дәрілемесеңіз, оның ағзасы дәріге үйреніп алады, немесе жан-жаққа шашады. Мысалға, үйіліп тұрған қойды баққан жақсы ма, немесе шашырап атқан, жан-жаққа жайылып атқан қойды баққан жақсы ма. Сол сіз дәрілемеген, дұрыс дәрілемегенде ол жан-жаққа қашып кетеді. Одан кейін дезинфекция шақырып, олар дәрілеген кезде де оларға қиындау болады. Лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде адамдарға таратыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Мына екеуіміз лесін қатырдық.